Бірақ адам күнә жасаса да, мына қарайып кеткен жүректе бір сәуле бар екен. Кез келген мұсылманда осындай сәттер болады екен. Неге мен күнә жаса беремін? Неге мен осындаймын? Иман кірген жүректе күнә жасаса да бәрібір бір үміт болады екен. Мұсылман адам Алламен жолыққанда мен жағдайым қандай болады деп өзіне жиі сұрақ қою керек. Егер осы сұрақ жиі қойса өзіне, онда бәрі дұрыс болады. А қай кезде осы сұрақ азайса, онда адам ғапылдыққа кіреді. Бірақ адам күнә жасаса да, мына қарайып кеткен жүректе бір сәуле бар екен. Ол Алланың рахымы екен. Ғалымдар күнәні бөліп тастаған екен. Жүректің күнәсі бар, қолдың күнәсі бар, көздің күнәсі бар. Жүректің күнәсі ол Алладан үміт үзу екен. Сол үшін бауырлар, Алладан үміт үзбейік.